қаншалықты білімді береміз жасанды интеллектке, соншалықты біз өзіміздің жұмысымызды ала аламыз, яғни өз результатымызды. Жасанды интеллекттің түрлері енді. Бірінші генерация түрлеріне келейік. Бұл жерде мәтін жазатын жасанды интеллекттер бар. Иә, біз көбінесе осы бойынша қолданып жүрміз. Келесі суретті жасайтып беретін жасанды интеллекттер бар. Қазір оған барлығына тоқталамыз мысалдармен. Видео жасайтын жасанды интеллекттер, дыбыс жасайтын, озвучка жасайтын жасанды интеллекттер түрлері бар. Енді мына жерде ең алпауыт екі компания бар негізінде жасанды интеллект саласында. Бұл Google және де ChatGPT. Енді Google'дың жасанды интеллекттері бәрімізде Google аккаунт бар ма? Google аккаунт. Бар. Иә, Gmail, Бар. сіздерде университеттің корпоративтік аккаунттары да болу керек. Яғни оның ішінде белгілі бір деңгейде осы ChatGPT болсын, Google болсын, солармен тіркелген болса, солармен меморандум жасалған болса, ол да сіздерге де осы қызметтерді тегін алуға болады. Немесе тегін үлкен платформаларда өте көп. Мысалы, Google'дың ішіне кіретін болсақ, біз көбінесе білетін, иә, Gmail, Google Диск, Classroom, Document деген, Gmail деген сияқты заттарды көбінесе білеміз енді біз. Google таблица, презентация деген. Яғни бұлар көбінесе жұмыс жасайтын заттар. Енді осыған қатысты тағы да Google Workspace деген бар астында. Workspace, осыған кірсеңіздер, мына жақтан неше түрлі жасанды интеллекттер шығады. Мына жақта төбесінде фильтр бар, яғни судья, дискқа байланысты, Gmailға байланысты, календарға, документ, яғни қайсын таңдайсыздар, сол бойынша сіздерге жасанды интеллект түрлерін шығарып береді. Мысалы, Form Builder. Бұл жерде сіздерге Google Form арқылы сіздерге тесттер құрастырып береді, Google формдар құрастырып береді. Яғни жасанды интеллектке тапсырма бересіз, сізге сондай Google формдар жасап береді. Google календар сіздің календарыңызды жоспарлап отырады. Бұл ағылшынша болуы мүмкін. Ашқан кезде мына жақтан мышканың оң жағын бассаңыздар, мына жақта перевести на русский деген бар. Немесе қазақ тіліне де қойып алсаңыздар да болады, қазақ тілімен жұмыс жасаймыз десеңіздер. Яғни оригинал сайт кірген кезде осылай автоматты түрде ағылшын тілінде тұрады. Ағылшын тілінде. Осылардың барлығын зерттеп тегін түрде сіз өздеріңіздің жоспарларыңызды құруға, Gmail аккаунттарды басқаруға деген сияқты өздеріңіздің игіліктеріңізге қолдансаңыздар болады осы жердегі жасанды интеллекттер. Енді бұның ішіндегі ең маған ұнағаны ноутбук LM деген. Ноутбук LM. Бұл жерде не істейді? Бұл жерге Google аккаунт арқылы барлық жасанды интеллекттің барлығына Google аккаунт немесе почта, кез келген бір почта керек болады. Бұл жерде телефон номермен де тіркелуге болады, басқамен, бірақ Google аккаунтпен тіркелу өте оңай. Google аккаунтпен кіресіздер, ноутбук LM деп кіресіздер. Одан соң барып, мына жақта сіздерге создать блокнот деген тұрады. Яғни өзіміздің блокнот сияқты әртүрлі заттарды түртіп жүреміз ғой, блокнотымызға. Тура сол сияқты өздеріңізге де жасап алсаңыздар болады. Мысалы, создать блокнот деп басасыздар. Блокнот. Бұның ішінде YouTube сайттарды тіркеуге болады. Иә, мына жерге YouTube ссылкаларды, сілтемелерді. Содан соң загрузить файл. Мысалға, белгілі бір тақырыпты сіз зерттеп жүрген болуыңыз мүмкін. Статья болуы мүмкін, мақала болуы мүмкін, ағылшынша, орысша, қазақша кез келген мақалаларды осы жерге саласыз. Сайт Google сол сайт бойынша, мақала бойынша, сол тақырып бойынша YouTube каналдарды тауып алып осы жерге тіркеп қоюға болады. Google дисктан тіркеп қоюға болады, және де копировать етіп сол сілтемелерді, тексттерді, мәтіндерді солында тіркеп қоюға болады. Яғни осылай тіркеп аласыздар. Одан соң барып, мысалға мен қазір дайын ашып берейін. Мұрат, кешіріңіз, сіздің лекцияңыз запись жүріп жатыр ма?
Иә, иә, иә. кейін чатқа лақтыра саласыз ғой. Аха, жақсы. Лақтырылды. Мына жақта заттар жаңағы копировать етілген YouTube каналдар міне. Ә, көптеген заттар, файлдар барлығы осы жақта сақталады, біріншіден. Одан соң барып сіздің жұмысыңызға обзор жазылып қояды мына жерде. Яғни сіздің қандай затпен айналысып жатқаныңыз, сіздің жаңағы қысқаша осы жерде сіздің зерттеуіңіз туралы жазылып тұрады. Одан соң мына жақта сіз өзіңіз жасап аласыз. Сол бойынша өзіңіздің мақалаңыз бойынша мына жердегі, яғни осы жердегі сілтемелер бойынша сізге ә, видео материалдар жасап береді. Мысалы қазір Let's тыңдап be көрейік. real. We're all dealing with it. This constant, overwhelming flood of information. You've got reports, articles, meeting notes. It just never seems to stop. Деген сияқты. Немесе краткий пересказ. Мына бір Overwhelming. жарым минуттық зат. Бір жарым минуттың ішінде сізге осының барлығын кішкене түсіндіріп береді. Неше түрлі тақырып бойынша оны скачать етіп алсаңыздар да болады ішінен. Так, сосын қайсысы еді? Жаңа аудио не бар еді ішінде. Карталар жасасаңыздар болады осындай өзіңізге. Яғни Марат Сайратұлы, ау бұл жерде тек қана ағылшын тілінде ма? Ә, мысалы міне Қызылорда экономикасы деген мысал бағана ютубтан алдым да жүктей салдым. Оларды міне қазақша жазып берді, бірақ орысша мысалы орысша жасап берді қазір. Здравствуйте. Сегодня у нас для разбора очень необычный материал. Я бы даже сказал, интригующий. Яғни жұмыстардың барлығын қазақша тіркеп, барлығын қазақша жасасаңыздар, болашақта қазақша қосылып қалу керек. Қосылып қалу керек 2-3 айда. Қазіргі кезде орысша бар. Содан соң осы жерден жүктей аласыздар барлығын. Всем привет. Знакомо ощущение, когда смотришь на кучу цифр? Так, айда кетіп қалыпты. Міне аудиопересказ жасауға болады. Аудиопересказдың ішінде сіз өзіңіздің подкаст ретінде қоссаңыз болады. Подкаст ретінде 2 адам талқылап отырады. Сіз оның арасын сіз қосылып кетіп сұрақ қойсаңыздар да болады. Видеопересказ, ментальная карта, яғни Duolingo сияқты сіздерге карталар жасап береді, отчет жасап береді, ол бойынша карточкалар жасап береді, және де тест жасап береді. Яғни бұны студенттермен жасасаңыздар да өте қолайлы деп ойлаймын. Яғни мен енді бір-біріне келмейтін 2 тақырып қоя салдым. Excel мен Қызылорда әкімі тұрды. Сондықтан бұны 5-ші сабақта толықтай өтетін боламыз негізінде.